Бірінші бөлімнің жалғасы. Патша үкіметі болыстарға, байларға, ақсақалдарға және қазақ ауылының басқа да ықпалды адамдарына сүйеніп, әскерге алуды күштеп, жүзеге асыру үшін оларға көмекке қазақ отрядтарын жіберді. Бұған қазақ еңбекшілері қарулы қарсылықпен жауап берді. Амангелді Иманов өзінің өкілдерін Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Атбасар, Перовск уездеріне жіберіп, оларды күреске ұйымшылдықпен қатысуға шақырды. Бұл уақытқа дейін ол Торғай уезінде қатары жаңа күштермен толықтырылып жатқан ірі көтерілісшілер мен отрядын құрды. Қыркүйек айының алғашқы жартысында-ақ Амангелді отрядты жазалаушылармен шайқасқа шығып, алғашқы жеңістерге де жетті. Көрші Ырғыз және Атбасар уездерінде негізгі ауыл кедейлерінен Қарағанды шахталарының, Спасск заводының, Успенкинінің, Қарсақбайдың, Байқоңырдың, Жезқазғанның, Ташкент темір жолының жұмысшы қазақтарынан тұратын отряд құрылды. Амангелді бұл отрядтардың арасына тұрақты байланыс орнатты. Көтерілісшілердің қарулануын, олардың негізінен байлар иелігіндегі мініс аттармен қамтамасыз етілуін қадағалады. Ұрыс қимылдарының жоспарын белгіледі. Қалай соғысу керектігі туралы командирлеріне ақыл-кеңес беріп, оларды жауынгерлік рухын қолдап отырды. Көтерілісшілер Амангелді Имановты өздерінің бас қолбасшысы, сардар етіп сайлады. Оның штабы Торғай даласының бір түкпіріндегі Бетпаққара деген жерге орналасты. Барлық отрядтар мыңдыққа, жүздікке және ондыққа бөлініп, оларға командирлер белгіленді. Көтерілісшілер бақылау жасаған аудандарда билік солардың қолында болды. Аманкелдінің бастамасымен және талап етуімен отрядтарда әскери сапқа тұру, мылтық ату әдістерін үйрету, қорғана білу айтарлықтай жолға қойылды. Күштерді ұйымдастыруда, көтеріліске қатысушылар арасында үгіт-насихат жұмысын жүргізуде қолбасшыға Әліби Жангелдин көмектесті. Олар ұрыс қимылдарының жоспарларын бірігіп жасады. Үгітшілерді іріктеп ауылдарға жіберді. Солар арқылы халыққа патша өкіметіне қарсы қарулы көтерілістің мақсаттары мен міндеттерін түсіндірді. 1916 жылғы қазан айының бас кезінде Амангелді Имановтың отряды Торғайға таяп келді. 22 қазанда 4 топқа бөлінген көтерілісшілер шабуылға шықты. Бірақ қаланы қолға түсіре алмаған көтерілісшілер оны қоршауға алды. Торғайдағыларға көмекке генерал Лаврентьев бастаған ерекше экспедициялық корпустың жақындап келе қалғаны туралы хабар алған Амангелді қаланы қоршауды тоқтатып, қоршау қимылдары 10 күнге созылды. Жасақтары жазалаушыларға қарсы бұрды. Түн қойма почта станциясының маңында көтерілісшілер жазалаушылардың алдыңғы отрядына шабуыл жасады. Бірақ жазалаушы корпустың негізгі күшінің қысымымен олар Батпаққараға қарай шегінуге мәжбүр болды. Торғай түбіндегі сәтсіздікке қарамастан, оған шабуыл, Әліби Жангелдиннің бағалауынша, ол халыққа патша өкіметінің құдіреттілігі дегеннің бекер екенін көрсетіп, еңбекші қазақтардың еңсесін көтерді. Сонымен бірге Торғайдан, Лажсыздан кейін шегіну біздер үшін үлкен сабақ болды. Берік ұйымшылдық тәртіп болмайынша, соғыс өнері үйренбейінше жазалаушыларға қарсы төтеп бере алмайтынымыз анық көрінді. Соған қарамастан
көтерілісшілердің күші өсе түсті. Генерал Лаврентьев өзінің бір хабарламасында былай деп мәлімдеді: бүлікшілер әрбір киіз үйден бір адамнан алуда. Бұл бір уезд 20 000 бүлікшіл адам береді деген сөз. Бүлікшілердің қимылы партизандық соғыс сипатында болып отыр. 1917 жылғы ақпанның орта шенінде жан-жақты дайындалған көне қаруланған жазалаушылар Кулак-бай отрядтарының қолдауымен Батпаққара ауданындағы шатқалдағы көтерілісшілердің базасына шабуыл жасады. Оларға тіпті артиллерия да көмек бере алған жоқ. Сөйтіп бұл жолы да көтерілісшілерді жеңе алмады. Амангелді сәтті қимылдарымен өзінің отрядының негізгі күштерін жаудың соққысынан аман алып шықты. Қазақстандағы ұлт-азаттық көтерілісі тұтас алғанда 1916 жылдың аяғына қарай жеңіліске ұшырады. Бірақ Торғай облысындағы Амангелді Иманов бастаған күрес 1917 жылы да тоқтамай февраль буржуазиялық демократиялық революциясына ұласты. Патша өкіметінің құлауынан және ақпан революциясының жеңісінен өздерінің ерлік күресінің нәтижесін көре білген көтерілісшілер ғана хабарға қуанды. Революциядан кейінгі алғашқы айларда қазақ еңбекшілері буржуазияшыл ұлтшылдарға, эсерлер мен меньшевиктерге сеніп, уақытша үкімет жағдайымызды жақсартады деп үміттенді. Бірақ бұлай болған жоқ. Еңбекші халықтың өмірі жақсармады. Керісінше, зорлық-зомбылық бұрынғыдан да күшейе түсті. Мыңдаған еңбекші қазақтарды жерлерінен қуып, оларды шөл және шөлейт аудандарға қуды. Феодалдар, байлар, кулактар және жергілікті әкімшілік көтерілістің шығынын қайтару дегенді сылтау етіп, халықтың тіпті ең соңғы малын, соңғы бір тілім нанына дейін тартып алды. Сөйтіп еңбекшілерді бұрынғыдан бетер езіп жанши түсті. Осы айларда алаш ордашылар Амангелдіні уақытша үкіметтің аяғына жығып беру үшін үгіттеп көндіруге тырысты. Бірақ батыр бұл ұсынысты қабылдамады. Көтерілісшілердің бір бөлігі буржуазияшыл ұлтшылдардың үгітіне сеніп, ауылдарына тарап кеткеніне қарамастан, ол өзінің отрядын сақтап қалды. Сондықтан уақытша үкіметтің Торғай облысындағы комиссары, алаш ордашылардың басшысы Бөкейханов Амангелдіге жала жабуды ұйымдастырды. Сонымен бірге жазалаушылар шақырды, бірақ орыс солдаттары шинель киген кешегі шаруалар қазақ еңбекшілеріне қарсы соғысудан бас тартты. Сәтсіздікке ұшыраған алаш ордашылар 1917 жылғы майда Торғайда Қыпшақ және Арғын рулары ақсақалдарының кеңесін шақырды. Мұнда батырды тұтқындау туралы мәселе қойылды. Кеңесте Аманкелді көзімен көргендердің айтуынша, буржуазияшыл ұлтшылдарға лайықты тойтарыс беріп, жиынды тастап кетті. Ұлы Октябрь социалистік революциясының Петроградта жеңгендігі және жұмысшы шаруа мемлекетінің құрылғандығы туралы алғашқы хабар алған бетте Аманкелді Иманов Әліби Жангелдиннің еске алғанындай Ақтөбе және Қостанай большевиктері өкілдерінің қатысуымен салтанатты халықтық той өткізді. Онда Аманкелді барлық жиналғандарды революцияның жеңісімен құттықтап, жексұрын уақытша үкіметтің оның Торғай облысындағы комиссары Әлихан Бөкейхановты құлатуға шақырды. Мерекеге қатысушылар батырдың шақыруын қызу қолдады. Аманкелді сол жерде
отряд басшыларын шақырып алып, тойға қатысушы большевиктермен бірге торғайды алудың жоспарын жасады. 1917 жылы декабрь айының соңына қарай операция жеңіспен аяқталды. Қалада совет өкіметі орнады. Амангелді уезде ауылдық және облыстық советтерді құру жұмысын қызу жүргізді. Сонымен бірге ол совет өкіметін Орынбордан қуылып, қарақшылық әрекетке көшкен Дутовшыл мен Алашордашыл бандылардан қорғау үшін жас жігіттерден қарулы отряд ұйымдастырды. 1918 жылғы 31 наурыздан 3 сәуірге дейінгі аралықта Орынборда советтердің Торғай облыстық съезі жұмыс істеді. Торғай уезінің еңбекшілері мен Амангелді Иманов оған делегат болды. Халық шаруашылығы комиссиясының мүшесі ретінде ол съездің жер, азық-түлік, финанс және тағы басқа мәселелеріне байланысты маңызды шешімдерін әзірлеуге қатынасты. Осында ол большевиктердің Орынбор ұйымының басшылары Цвилингин, Коростеловпен және тағы басқа танысты. Съезд жұмысының соңғы күнінде қалаға кенеттен Дутовшылар шабуыл жасады. Делегаттар, олардың ішінде Амангелді Иманов та жұмысшы және Қызыл гвардияшылар отрядтарына қосылып, Ақ гвардияшылардың шабуылын ойдағыдай тойтарды. Съезд аяқталғаннан соң Амангелді қару-жарақ жинап, Қызыл армияның ерікті отрядын ұйымдастыруға қажетті құрал-жабдықтарды алып, Торғайға қайтып оралды. Бұл уақытта уезде қиын жағдай қалыптасқан еді. Атаман Дутовтың бандылары буржуазияшыл ұлтшылдармен бірге Торғайды басып алғанда, қаладағы билік Ақ гвардияшылар мен Алаш ордашылардың қолына көшкен болатын. Амангелді Иманов жаудың алыс тылында қалып қойды. Бірақ облыстық советтің өкілі ретінде ол алынған қаулыларды және жабдықтарды пайдаланып, 1916 жылғыдай Торғай даласының алыс ауданына барып бекініп, уездегі қазақ кедейлерін, Байқоңырдың, Қарсақпайдың жұмысшы қазақтарын, халықтық өкімет үшін өз еркімен шайқасуды қалайтындардың бәрін жиып, атты әскер отрядын ұйымдастырды да Ақ гвардияшыларға қарсы партизан соғысын жүргізді. Отряд әскери гарнизондарға, жау базаларына және ат-арбалы керуендеріне қарсы батыл қимылдар жасады. Ақтар армиясын жабдықтау үшін халықтан тартып алынған малды айдап кетті. Астық пен жем-шөпті басып алды. Амангелді Имановтың адамдары қазақ ауылдары мен селоларын аралап, еңбекшілерді Ақ гвардияшылар мен Алаш ордашыларға азық-түлік, жылы киім бермеуге, салық төлемеуге және оларға қарсы кеңінен күреске көтерілуге үндеді. Отряд командованиесі әр ауылдағы сенімді адамдармен байланыс жасады. Солар арқылы жаудың отрядқа қарсы бағытталған жоспарлары мен әрекеттері туралы мәліметтер алды. Сатқындарды, арандатушыларды және Ақ гвардияшыл жансыздарды анықтады. Амангелді облыстан тысқары жердегі далалық Қырғыз өлкесінің төтенше комиссары және Торғай облыстық атқару комитетінің председателі Әліби Жанкелдин мен Қостанай уезіндегі және Ақтөбедегі жасырын жұмыстағы большевиктермен тығыз байланыс орнатты. Отрядтың жауынгерлік қимылдарын ұйымдастыруға, жекелеген операциялар жасап, оларды жүзеге асыруға Амангелді Имановқа Н. Токарев, И. Киселев, Б. Алманов тәрізді большевиктер көмектесті.
ақ гвардияшыларға және алашордашыларға қарсы күресте отряд торғай облысындағы еңбекші қазақ, орыс және украин халықтарына арқа сүйеді. 1918 жылдың күзінде шығыс майданда Қызыл армия Поволжьедегі ақтарға қарсы шабуылға шықты. Орынбор бағытында дутовшыларға қарсы қимыл жасап жатқан Ақтөбе майданының әскері жеңісіне жетті. Жау әскерлері шебіндегі Қызыл армия бөлімдерінің қимылдарын күшейте отырып, Ақтөбе майданының командованиесі жау тылына жекелеген Қызыл армия отрядтарын жіберді. Солардың бірі Торғай уезінде орналасқан ақ гвардияшылармен және қазақ буржуазияшыл ұлтшылдарымен ұрысқа түсті. Қолайлы жағдайды пайдаланған Амангелді Иманов өзінің отрядымен жанқиярлық шайқастың барысында 1918 жылы ноябрь айының соңына қарай Торғайды азат етті. Қалада совет өкіметі орнағаннан кейін көп кешікпей-ақ Маңғышлақтағы Бозашы түбегінен Шалқар станциясына дейін даңқты жорық жасап, Әліби Жангелдиннің интернационалдық отряды келіп жетті. Өзінің досын әрі идеялық ұстазын батыр жігіттермен бірге қаладан 70 километр жерден күтіп алды. Қуанышты кездесуден кейін ол Торғай облыстық советі атқару комитетінің председателіне алашордашылардың жүгенсіздігі туралы хабарлады. Осы 1918 жылғы ноябрьде Аманкелді уездің әскери комиссары болып тағайындалды. Өзінің большевиктермен идеялық байланысын деп еске алады Әліби Жангелдин. Амангелді Иманов ұйымдық жағынан да нығайтты, қазақ халқының даңқты ұлы коммунистік партияның қатарына өтті. Әскери комиссар және уездік атқару комитетінің мүшесі ретінде Иманов жер туралы лениндік декретті жүзеге асыру мен уезде әсіресе ауылдарда совет өкіметін ұйымдастырумен және нығайтумен белсене айналысты. Сондай-ақ Қызыл армияның қатарын нығайтуға зор көңіл бөліп, ол үшін көп күш жұмсады. Әліби Жангелдиннің көмегімен Амангелді 300 жауынгерден тұратын 2 атты әскер эскадронын құрды. Торғайда 30 адамдық кіші командирлік құрамға арналған курс ашты. Курсанттарды оқытып, үйретуге әскери істі жетік білетін бұрынғы майдангер солдаттар тартылды. Бұл жауапты істе Амангелді Имановқа уездік әскери комиссариаттың басшысы, әскери маман А.Е. Веденеев тікелей жәрдемдесті. Онымен бірге Амангелді Торғайдың қорғаныс бекінісінің жоспарын жасады. Жауынгерлердің әскери оқуын жолға қойды. Тәртіпті нығайтты. Әскери шаруашылық және саяси сипаттағы аса маңызды мәселелермен айналысқан Иманов уездегі алашордашылардың қарулы бандылармен де күрес жүргізді. Дутовтың және адмирал Колчактың қолдауына сүйенген алашордашылар Торғайды және Ырғызды басып алуға бірнеше дүркін әрекет жасады. Бірақ бәрі де сәтсіздікпен аяқталып отырды. Өз ойларын жүзеге асыра алмаған алашордашылар араңдату жолына түсті. 1919 жылы наурыз айында Торғайдың уездік советіне Байтұрсынов, Дулатов бастаған делегация келді. Олар шімірікпестен Колчактан және атаман Дутовтан бейне қол үздік, қазіргі совет үкіметін мойындаймыз және өзіміздің отрядымызбен Торғай гарнизонына қосылуға және советтерге қызмет етуге дайынбыз деп мәлімдеді. Бұл кезде Ташкентте өтіп жатқан Түркістан советтерінің 7-ші съезіне қатысушы
Әліби Жангелдин Амангелді Имановтан бұл хабарды алған бетте оған Алашорда өкілдерімен қару-жарақты тапсыру шарты туралы келіссөз жүргізуді тапсырды. Алашордаға сенбеген Амангелді Иманов олардың толық қарусыздануын талап етті. Ұзаққа созылған келіссөзден кейін Алашордашылар қаруларын тапсырды, бірақ олардың көп бөлігін жасырып қалған еді. Осылайша алдау арқылы Алашорданың әскери советінің Торғай тобы 500 адамнан тұратын отрядпен Торғайға кірді. Қазақ ұлтшылдары өздерінің уездік әскери комиссарға бағынатындықтарын формальды түрде мойындады. Ал шындығында қазақ халқының қас жаулары Дулатов, Есполов, Алмасов, Кенжин және тағы басқа Алашорданың әскери советіне адалдығын сақтады. Қалаға кіріп алған соң Алашордашылар контрреволюциялық төңкеріс әзірлей бастады. Оларға совет органдарына еніп алудың, сыбайластарымен байланыс орнатудың сәті түсті. Жау бәрінен бұрын Амангелдіні жоюды өзінің бірінші міндеті етіп қойды. Сөйтіп олар есімі аңызға айналған батырды өлтіруге қолайлы сәтті іздестіріп жанталасты. 1919 жылы сәуір айының басында Колчактың шығыс майдандағы шабуылына және Ақтөбе совдепінің құлауына байланысты Ақтөбе майданының командованиесі Амангелді Имановқа Торғайда жасақталған атты әскер эскадрондарын Шалқарға жіберуді және совет мекемелерін эвакуациялауға даярлауды ұсынды. Амангелді эвакуация туралы, сондай-ақ гарнизонның әскер бөлімдерінің майдан командованиесінің қол астына көшкендігі туралы бұйрық берді. Гарнизонның әлсірегендігін және өздерінің отрядының сан жағынан басымдылығын, кейбір әскери мамандардың опасыздығы мен сатқындардың дем беруін пайдаланып, Алашордашылар контрреволюциялық төңкеріс жасады. Күзетшіні қарусыздандырып, Амангелдіні тұтқындады. Ақыр соңында 18 майда оны өлтірді. Қазақ халқының тамаша ұлы, революцияның адал жауынгері Амангелді Иманов жарқын болашақ жолында күрес үстінде осылай мерт болды. Бірақ сатқындардың салтанаты ұзаққа созылған жоқ. Айбынды Қызыл армия коммунистік партияның басшылығымен көп кешікпей-ақ Колчак армиясын, интервенттерді және қазақ буржуазияшыл ұлтшылдарының бандыларын талқандады. Большевиктер партиясының басшылығымен қазақ жерінде бостандық таңы атып, бұқара халық мәңгілік армандап келген бақытқа қол жетті.